Сонда айтқыңыз келіп кетеді, тіліміз қышиды, еріксіз тіл қышиды. Сонда мына адамның өлгеніне қуанып жасап жатқанда ма мына дастарханды деп. Құтылдық, Құдайға шүкір, кетті ғой әйтеуір деп. Ассалаумағалейкум, қадірлі жамағат. Адам қайтқанда шариғат бойынша не істеу керектігі туралы ұстаз Арман Қуанышбаевтың керемет уағызын соңына дейін қарауыңызды сұраймыз. Біздің арнаға жазылыңыз, лайк басыңыз, жамағатқа таратып сауапқа кенеліңіз. Шариғат бойынша адам баласының қалай дүниеден өткеннен оған не керегін бір қысқа айтып кеткім келеді. Әрбір адам баласы дүниеден өткеннен кейін ол Құранға мұқтаж болады. Қарапайым тілде айтқанда. Себебі пайғамбарымыз айтады ғой, бір адам дүниеден өткенде оның амал дәптері жабылады, тек қана үш нәрсе, соның біреуі сыртынан дұға қылушы перзент деп айтады. Қанша дұға қылсаңыз да, сіз перзент ретінде дұға қылсаңыз, сол жақсы бола береді ол кісіге. Ал енді мынау ас беру мәселесін айтайық. Әр жердің салты басқа, иті қара қасқа деп айтылады ғой. Дегенмен осы қазақтың даласын барынша біріктірсек деген ой тастап жүрміз соңғы кезде. Мысалы дұрыс қой, кейбір жерлерде бізде қазақта ерсі іс-әрекеттер көбейіп кетіп жатады. Ерсі, кәдімгі ақылға да қонымсыз, бұл шариғат былай тұрсын. Мынау көрінісінің өзі бір өте ауыр болады. Мысалы айтайық солардың біреуі. Мынау қазіргі кездегі мысалы 3 күн күткізу. Құдай сақтасын, енді бір бүтін болып жатқан өлік болса мақұл ғой. Кейде көліктен бір апатынан бір қысылып, езіліп қалады, ісініп қалады, ыстық күн болып қалады, оны сақтайтын жері болмай қалады. Бұл енді өлікті бұзып алу, ол өлікке деген құрметсіздік болады. Бірақ мына мәселені айтқым келеді. 3 күн ас беруді расында да пайғамбарымыз сол үйден қазан қайнамасын деген. Себебі ол үйдің малы, қазіргі тілде айтқанда парт арест тұрады. Қарыздың малы болып тұрады. Өйткені анау кісінің алашақ берешегі бар. Сол 3 күн ішінде алашақ берешегі бар адамдар келеді екен. Мынау куәменен келеді. Мынау адам маған мынандай қарыз еді, немесе мен бұл кісіге қарыз едім деген сияқты. Және сол 3 күн ішінде мирас бөліну керек болады. Сол кісі дүниеден өткеннен кейін ұл қызына мирас бөлінеді шариғат бойынша. Саған мынау қойы, мынау ешкісі деген сияқты бөлініп болмай, оны беріп жіберсеңіз, біреудің ақысын жеген боласыз. Сол жердегі артынан қалған адамдардың ақысын. Сол үйден қазан қайнамасын дейді. Ал бірақ біз қазақпыз ғой. Сырттан келетін ағайын туыстарымыз өте көп. Біреуіміз шығыстан келеміз, біреуіміз батыстан, біреуіміз солтүстік, біреуіміз оңтүстіктен келеміз. Құдамыз бар, нағашы жиеніміз бар. Біз енді үйімізге келіп тұрған адамды кешіріңіз, сіз бар, анау анда тұрған столовыйдан тамақтанып келіңіз дей алмайсыз ғой, қалай айтасыз, Құдай сақтасын. Мүмкін үлкен қалада айтатын шығар оны, орыстанып кеткен азаматтарымыз. Бірақ енді біз ондай дәрежеге жете қоймадық әлі. Үйімізге қонақ келгенде ол енді оны қалай аш отырғызасыз, қалай оның шайын тамағын бермейсіз. Бұған шариғатымыз не дейді десе, расында да бірінші орында шариғат заңы сақталады. Ол сол ағайын туыс көршілер немесе еншісін алып кеткен ұл қыздары ас беру керек болады. Сол үйдің малын тиіспесін, сырттан келген. Сол үшін айтады, бізде қазақта бір адам дүниеден өтсе, мысалы құдасы дүниеден өтсе, үйінде бір лағы болса да, ешкісі болса да сол үйге алып барып, жетелеп алып барып, ол құр өзі бармайды ешкім. Алдына барып, ал мені көрдің ба демейді. Бір адам құдан дүниеден өтті десе, қораға кір, бір нәрсені алып барайық дейді. Біреулер мысалы, мынау Қызылордада күріші болса, көліктің артына күріш сал дейді. Мына жерде малы болса, артына малын сал дейді. Сол келген малдарды елге үлестіріп, ас қылып беру, оның ешқандай түрде әбестігі жоқ. Екіншіден, егер енді әртүрлі халық бар ғой енді, біреудің ағайын туысы көп, біреудің ағайын туысы аз. Құдайдың берген несібесі. Біреу мүмкін жетім үйінде өскен шығар. Рас қой, ол да болады ғой, халық қой, ел. Бұндай кездерде ол кісі қонағын күту де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда міндеттеген сөздер болғаннан кейін сырттан келген тамақ адамға ас амал жоқтан берілетін іс болып қалады. Бірақ лажы барынша сол үйден қазан қайнамаса екен деген пайғамбарымыздың айтып кеткен өсиетін орындауымыз міндет болып қалады. Ал енді кейбір жерлерде Құдай сақтасын сол ас бергенде жарыс болады екен. Сен ана пәленше өлді, неге қара соймайсың? Мына қойыңды кім жейді сенің? Сой, ана жерде жылқы тұр.
2 жылқы, 3 сиыр, 5 қой, сой, барлығын жейсің дейді. Оны көрген екінші туысы, көршісі, дүниеден өтсе анау үйде 1 жылқы 2 сиыр сойылды дейді. Бұл дұрыс емес, мен одан жоғарымын. Үйде 2 жылқы 5 сиыр сойылды дейді. Сосын ол ар жағында отырған кедей бейшара не істейді сосын? Кредит алады. Сосын 10 жыл бойы өліп қалған адамның арқасынан төлеп жүреді. Сонда енді Құдай сақтасын, бір әзілкеш адам айтқандай, бұл дүниеде өлу үшін де ақша керек екен ғой депті. Бұл енді қазақ бұны әуелден ақ айтып кеткен. Өлім бардың малын шашады, жоқтың артын ашады деп. Бауырлар, мынау қазір заманымыз кредит деп бара жатырмыз ғой. Енді ауыртпашылық келе жатқан кризис дегенде заман келді. Бір-бірімізге кешірімді болайық. Бұл анайы қатты айтты демеңіздер, бірақ кейбір адамдардың үйіне сондай қайғылы үйге барсаңыз, ол үйден дастарханнан қайғы сезбейсіз. Торт неше түрлі, жаңағы сусындар, қызыл жасыл көк. Бүкіл дастарханға қолыңызға кесеге шай қойса, сол шайыңызды қоятын жер таппайсыз ана дастарханның толғысынан. Сонда айтқыңыз келіп кетеді, тіліңіз қышиды, еріксіз тіл қышиды. Сонда мына адамның өлгеніне қуанып жасап жатқан ана дастарханды деп. Құтылдық, Құдайға шүкір, кетті ғой әйтеуір деп. Жоқ, сіздерде қайғы ма? Қайғы болса, мынау ел жейтін керегін беріңіз. Беретін сол бір табаққа асыңызды беріп, жанына наныңызды ма, шайыңызды ма, бұл анау ел жемейтін салаттар бір 5 түрлі. Адам түртпейтін жаңағыдай өмірі ол желмей қалатын мынау мандарин мен апельсин. Сол күйі қалып, оны түртуге де адам шамасы жетпейді. Оның барлығын неге қоясыз? Ол жарыс сонда мақтаншақтық болады ма? Дүниеден адам өтсе, үйіңізде қайғы білінсін. Дастарханыңызда да қайғы білінсін. Ас беріп жатсаңыз да қайғы ғой бұл. Кішкентай қайғы екенін білдірсін. Елге ас берсеңіз болды сіз. Етіңізді жеді, наныңызды жеді, шайыңызды ішті, Құранын оқысын, ақысын берсін. Өйткені ел ол жерге не үшін келеді? Бірінші орында батаға келеді. Достан дұға дегені содан. Өзінің жақындығын, достығын, жүрегінің кеулісінің жақындығын білдіріп, Құранын оқып, қолын жайып, я Аллах, мына дүниеден өткен марқұмды өзің жарылқа, жатқан жерін жайлы, топырағын қорқып, соңынан қалғандарға сабырлық бер деп, тілегін тілеп кету үшін келеді. Ол жерге сынау үшін келсеңіз, онда сіздікі ағайындық болмаған. Ол жерге мінеу үшін келсеңіз, сіздікі кешіріңіз бауырлық болмағаны болады. Міне сынамастан дастарханымызды дұрыстайық. Себебін айтайын, мынау Алматы қаласының өзінде бейсенбі күнінің өзінде 3000 ат сойылады екен. 3000 жылқы бір бейсенбіде. Ойлап қойыңызшы. Үлкен мегаполис. Ертең Алматы өсіп келе жатыр. 5000, 10 жүз, бізде қазақта сонда қанша жылқы бар? Ары кетсе 1 миллион, 1,5 миллион жылқы шығады. Бүкіл қазақ жерінде. Сонда ертең жылқымызды тауысып, біз ана арабтар сияқты, негрлер сияқты тауық сойып жейміз бе? Рас қой, аталарымыз жемейтін тауық алып келсеңіз алдына, тауық пісіріп алып келсеңіз, бұл тауықты дейді, больницадағы адамға береді, мен мұны жемеймін дейді, мына тауық, не бұл дейді? Дұрыстап ет алып кел дейді. Бірақ егер мынау кетуімізде бір тауық жейміз, бір-біріміз құдамыз келсе, семіз тауық деп алда тауық сойып бересіз. Ысырап деген нәрсе бар бауырлар. Сол нәрседен абайлайық. Сол ысыраптың көкесі қазіргі кезде қабірдің басындағы жарыстар. Оның үйінің үстінен мүсін салады. Дүниеден өтті ғой деп не қылудың орнына мүсін салып, бетін жаңағыдегі не деген мәрмәр таспен жауып тастайды. Мен ойлаймын, анау кісі қайтып келмес екен деп қояды-ау деймін. Анау кесе сұрайды ғой анау бір нәрсесін. Қайтып шықпас екен анау өлсе деп, бетін әбден сементтеп, үстіне бір ауыр тас қойып, мүсін қояды, анау қайтып шығып кетсе, дұрыс болмайды деп. Мен оның басқа не дейсіз? Өйткені астындағы адамға оның үстіндегі нәрсе бір тиын пайдасы жоқ. Қазақта сол үшін айтады, кірісінде қызметін қылып, құрметін жасамасаң, өлгеннен кейін жыламай-ақ қой дейді. Ол өліп қалғаннан кейін оны жылап, сықтап бір керемет. Ол не сол кірісінде жасайтын нәрсең, жақсылық, ағайындығыңды, туыстық. Ал бетіндегісін молда ретінде айтамын. Молла, бұл
кесектен майдан жасалатын. Бұл бабаларымыздың молаларын көріңіз. Басына белгі қойған азаматтар қазақтың жерінде азақ. Олар ұлы әулиелер мен әмбиелер. Ұлылар олар. Ахмед Яссауи сияқтылар. Біздің ана көшеде ышпана болып соғысы өліп қалған адам басына апарып, Ахмед Яссауи сияқты кесене тұрғызып қояды. Оның жанына свет жағып қояды. Қарауыл қойып қоятындарын көргенмен, білесіздер ме? Мына Алматы сияқты үлкен қалаларда қарауыл бар. Моланың басында қарауыл охранник отыр, айлық алып. Себебі ана шынжырлар күмістен, таза күміс. Ана жазуы таза алтынмен жазылған. Басында бейшара охранник қыстың қақаған суығында, жаздың қақаған аптап ыстығында охранник отыр, айлығын алып. Моланы күзетіп отыр ғой, енді ойласаңызшы. Ол заманда, бұл заман. Қайда кетті бұл адам? Не деген бұл таласу? Не деген бұл болмағыр бір пайдасыз мал шашу? Ақылға келейік, мына ақсақалдар отыр. Елге елеулі азаматтар отыр. Айтыңыздар елге, қалай? Мына Абай атамыз айтып кеткен, 5 нәрседен қашық бол. Ол балалардың өлеңі емес, кешіріңіздер. Ол мектеп балаларына айтылады екен, маған арналмаған демейміз. Бұл Абай атамыз бүкіл елдің, бүкіл жер, мынау халықтың атасы. Сол атамыз 5 нәрседен қашық бол десе, соның біреу бекер мал шашпақ дейді. Соның біреу мақтаншақтық дейді. Біз мақтанып алып тұрып үстіне күмбезді тұрғызамыз, мақтанып алып тұрып малды шашамыз, бірақ ол өлікке пайдасы жоқ. Ол өлікке пайдасы бар ма? Онда жетім жесірге тарқатып беріңіз. Пәленшенің артынан міне садақа беріңіз, пәлен адам киіндіріңіз. Пәлен адамға жағдай жоқ жітік жанұяларға, мына әкімшілікке не мектептегі социологтарға барсаңыздар, жағдай жоқ адамның сізге тізімін беріп бер десеңіз. Сол тізімін алып, сол үйме үй барыңыз, немесе бармасаңыз сол социологқа тапсырыңыз. Мынау сол пәленшенің артынан осы кісілердің үйіне бір торба, мысалы ішінде 1-2 кило ұны бар, 1-2 кило майы бар, 1 келі, 2 келі қанты бар. Мына алып барып бер, мына үйлеріне. Міне тиеді. Міне садақа болады, анау жатқан адамға бір нәрсе барады. Сол кісіге күлкі кіреді жүзіне. Жасайын десеңіз, еліңізге, халқыңызға жасаңыз. Ал бекерге мал шашып, ана төбесіне күмбез тұрғызғаннан ешкім пайдасын алмайды олар. Ол моланың ішінде қалады. Оны мәрмәр тастан алып, қырғын ақшаға алып. Ұзын сөзін толықтайтын бауырлар. Мына өлім-жітім мәселесі ауыр нәрсе. Кейбір жерлерде ағаттыққа барып, ысырапшылдыққа барып жатамыз. Сол нәрседен қайтарайық бір-бірімізді. Дұрыстап өзіміздің дәстүрлі дініміз ұстанып, ақылға қонымды, шариғатымызға қонымды жол ұстанайық. Мынау қазіргі кездегі модаға таласып, бір ойдан бір нәрселерді ойлап тауып, сол өлімге өліп қалған адамға тие береді екен деп таласу дұрыс емес. Өйткені соңғы сөзім айтыңызшы, әр нәрседе өзінің маманы бар, дұрыс па? Маманы бар. Ал енді адам өліп қалғаннан кейін оның жағдайы не болады дегенді қай маман шешеді айтыңызшы? Медик па? Экономист па? Банкир ма? Саясатшы ма? Жоқ, үйдегі қазанның басынан шықпайтын әйел ма? Әсіресе бізде сол әйел шешеді ғой негізі қазіргі кезде. Оны молда шешеді. Өйткені оның оқыған тәлімі сол, ақырет туралы білет, ол кісіге оқытылады. Ақыретте не болады? Адам өлгесін оған не болады? Бұның бәрі пайғамбар үйретіп кетеді, түсіндіріп кетеді. Ана өлген адам не болатынын. Ал сол молда ретінде айтып отқанымыз ғой, оның астындағы, жердің астындағы адамға жақсылық жасағыңыз келсе, жердің бетіндегілерге жақсылық жасаңыз. Анау үстіне аямай тастан салған күмбезіңіз мынау астындағыға пайдасын бермейді.